Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Есімім Сұлтанбек Дулат Мейрамбекұлы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студентімін. Бүгін сіздерге қазақ тілін оқытудағы аксиологиялық ұстаным тақырыбы бойынша баяндама жұмысын жасайтын боламын. Жалпы білім берудегі біздің мұғалімдердің басты міндеті ол белгілі бір құндылықты оқушының бойына сіңірту. Яғни ол жалпы адамзаттық құндылық болсын, жаңартылған білім беру бағдарламасындағы мәңгілік ел құндылығы болсын, немесе ұлттық құндылық болсын. Бүгін мен сіздерге осы ұлттық құндылықты оқушының бойына қандай әдіс-тәсілдер арқылы сіңіртсек болады деген тақырыпта, аксиологиялық ұстаным тақырыбында сөз сөйлейтін боламын. Ең алдымен анықтамалар аллеясына тоқталсақ, бірінші, қазақ тілі әдістемесі ана тілін ұғынудың заңдылықтарын және тіл туралы білімді балаларға үйрету жолдары мен құралдарын зерттейтін педагогикалық ғылым болып табылады. Аксиология грек тілінен аударғанда құнды ілім деген мағынаны білдіреді. Құндылықтардың табиғаты, олардың әлеуметтік шындықта аталған орны және құндылық әлемінің құрылымы туралы философиялық ілім болып табылады. Келесі анықтама нағыз тіл біліміне негізделген. Аксиологиялық ұғымдардың тілге қатысты басым бағытын, құнды дүниенің тілмен байланысын зерделейтін аксиология ғылымының саласы лингвистикалық аксиология болып табылады. Келесі бізде тіл адамның барлық саналы өмірінің құралы. Өнер білімді, мәдениеттілікті, қоғамның белсенді азаматы болуды осы тіл арқылы үйренеміз. Тілмен 5 және 11 сыныптар аралығындағы аксиологиялық, сонымен қатар лингво-аксиологиялық тақырыптардың тізбектемесін жасадым. 5 сынып бойынша аксиологиялық тақырыптар ұлттық киім, асыл мұра, қазақ халқының салт дәстүрлері, 4 түлік. Лингво-аксиологиялық тақырыптар тіл қарым-қатынас құралы, адамзат үшін тілдің маңызы, сұхбаттасу мәдениеті, тілдік қарым-қатынас талаптары. 6 сынып бойынша аксиологиялық тақырыптар Қазақстанның қорықтары, табиғат байлығы, Қазақстандағы киелі жерлер, ұлттық құндылықтар, ел қазынасы, ел тарихы, ұлттық құндылық, Қазақстанның ғажайып мұралары, қонақжайлылық, ата дәстүр, салт дәстүр және тәрбие, қазақтың ұлттық ойындары. Лингво-аксиологиялық тақырыптар ана тілім, айбыным, қазақтың үш биі. 7 сынып бойынша аксиологиялық тақырыптар ұлы дала табиғаты, көшпелілер мәдениеті, өркениеттің бастауы, домбыра, халық мұрасы. Лингво-аксиологиялық тақырыптар тіл және этнология. 8 сынып бойынша аксиологиялық тақырыптар көне мұра сырлары, киіз үйі, күй құдіреті, қазақ жері, киелі мекен. Лингво-аксиологиялық тақырыптар көне түркі жазбалары, баға жетпес құнды байлық, билер сөзі, нақылдың көзі. 9 сынып бойынша аксиологиялық тақырыптар мәңгілік ел құндылықтары, тәуелсіз Қазақстанның халықаралық жетістіктері, табиғат ресурстары, ел байлығы. Лингво-аксиологиялық тақырыптар жаһандану дәуірі мен ана тілі, латын әліпбиіне көшу, жаһандану талабы. 10 сынып бойынша аксиологиялық тақырыптар қазақ халқының салт дәстүрлері, ұлттық мәдениеттің жаһандану үрдісі, киіз үй, ғажап сәулет туындысы. Лингво-аксиологиялық тақырыптар қоғам құндылығы, халықтың тілі, мәдениеті, салт дәстүрі, ұлттық руханиятымыздың өзегі, тіл, сөз мәдениетінің адам қарым-қатынасындағы орны, сөйлеу шеберлігі және тіл мәдениеті. 11 сынып бойынша аксиологиялық тақырыптар жылқының алғаш қолға үйреткен қазақ даласы. Лингво-аксиологиялық тақырыптар бабалар сөзі, даналық көзі. Мінекей осындай тақырыптар көрсетілген. Сіздерге айта кететін бір ұсыныс және мендегі мақсат көрсетілген ұлттық құндылыққа негізделген тақырыпты дәстүрден тыс әртүрлі форматта өткізіп, оқушыларға ерекше бір көңіл қалдырса, олардың ойларында бұл сабақ, бұл тақырыптар ерекше көңіл қалдырса деген ой. Сондай бір сабақтың бірі бұл саяхат сабақ. Яғни мен сіздерге көрсететін қазіргі әдіс-тәсілдер белгілі бір 40 минутқа негізделмеген. Жалпы әдістерді көрсететін боламын. Оларды сіз 40 минутқа негіздеп, бөліп қолдансаңыздар болады.
Бірінші біз салт дәстүрге, кейін киіз үйге, одан соң ұлттық ойындарға, домбыраға, бесікке және ұлттық киімдерге жасайтын боламыз. Бірінші сабақтың басы ұйымдастыру кезеңі. Біз салт дәстүрге саяхат жасаймыз. Ой қозғау сұрақтары. Қазақтың қандай салт дәстүрін білесіздер? Салт дәстүрде айтылатын қандай өлең жырларды білеміз деген сынды сұрақтарды қоямыз. Оқушылардың жауабын алғаннан соң түсіндірме жұмысын жасаймыз. Балалар, бүгін біз салт дәстүрлеріміздің бір түрі шашумен танысатын боламыз. Шашу қуаныш айғағы ретінде жасалатын өте сұлу да салтанатты дәстүр. Шашу бала туылғанда, тұсау кескенде, баланы сүндетке отырғызғанда, келін түскенде, күйеу келгенде, отау көтергенде, алыс сапардан жолаушы оралғанда, жақсылық күндерде, тағы басқа зор қуанышты күндерде құрт, ірімшік, өрік, мейіз, тәтті кәмпиттер шашылады. Шашылған шашуды жастар, балалар теріп алады деп түсіндірме жұмысын көрсетіп, оқушыларды топқа біріктіреміз. Қалай? Балалар, бүгін біз бұл дәстүрді орындап шашу шашамыз. Балалар шашуды теріп алып, шаттық шеңберге тұрады. Онда жазылған тілектерді бір-біріне тілеп, кәмпиттің түсіне қарай 2 немесе 3-4 топқа біріктірсек болады. Сабақтың ортасы. Бізде бірінші тапсырма топтық жұмыс. Киіз үйге саяхат жасаймыз. Тыңдалым дағдысы арқылы жұмыс жасаймыз. Тыңдалым алды тапсырма, киіз үй жайлы не білеміз? Киіз үйдің құрал жабдықтарын білеміз бе деген сынды сұрақтарды қоямыз. Оқушылардың жауабын алғаннан соң тыңдалым тапсырмасы, яғни бейне материал көрсетеміз. Сіздерге YouTube желісіндегі сілтемесін көрсетіп қойдым. Тыңдалымнан кейінгі тапсырма, топтық жұмыс. Бірінші топ, бейне материалдан көрген мағлұматқа сүйене отырып, Вен диаграммасын толықтырады. Яғни киіз үй мен қазіргі үйдің айырмашылықтарын, ұқсастықтарын жасады. Бағалау критерийі. Айырмашылығына кем дегенде 4 дәлел келтіре алады. Ұқсастықтарына кем дегенде 4 дәлел келтіре алады. Ойларын нақты жеткізеді. Екінші топтың жұмысы. Бейне материалдан көрген мағлұматқа сүйене отырып, кестені толықтыр. Яғни, киіз үйдің негізгі бөлшектерін көрсетеміз. Екінші бағанға оқушылар атауларын, үшінші бағанға киіз үйдегі орнын және де оны қоюдағы мақсаттарын жазатын болады. Бағалау критерийі. Суретке қарай отырып, киіз үйдің негізгі бөлшектерін атауларын табады. Киіз үйдің негізгі бөлшектерінің орнын дұрыс анықтайды және де киіз үйдің құрылымын жетік меңгеру арқылы өзінің айшықты ойларын білдіре отырып, кестені толықтырады. Келесі сабақтың ортасында қолданылатын әдіс тәсіл бізде ұлттық ойынға саяхат. Екінші тапсырма жеке жұмыс. Бұл жерде біз жазылым дағдысы бойынша тапсырма орындайтын боламыз. Жазылым алды тапсырма. Оқушылар, қандай ұлттық ойындарды білеміз? Қандай ұлттық ойындар ақыл ойды дамытуға бағытталған? Ат үстінде ойналатын қандай ұлттық ойындарды білеміз? Деген сынды сұрақтарды қоямыз. Жазылым тапсырмасы. Бізге мына жерде екі қоржында белгілі бір ұлттық ойындардың құрал жабдықтары берілген екен. Сол құрал жабдықтарды таңдап, құрал жабдықтың қай ұлттық ойынға тиесілі екендігін анықтаймыз. Бұл ұлттық ойынның тәрбиелік мәні атты тақырыпта тірек сөздер мен сюжетті суреттерге назар аударып, әңгіме жазамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, оқушыға 3 ресурс беріледі. Біріншісі ұлттық ойынның құрал жабдығы, яғни ол жерде қамшы, немесе тоғызқұмалақтың құмалақтары, немесе асық, теңге алудың тиыны деген секілді белгілі бір құрал жабдықтар болады. Және де көрсетіліп тұрғандай сюжетті суреттер және тірек сөздер беріледі. Ұлттық ойын, наурыз мерекесі, алғырлық, қызықты, қарсылас сынды. Сонымен қатар оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында қоржынды асық ойыны арқылы таңдатуға болады. Яғни кім бірінші асыққа дәл тигізсе, таңдау мүмкіндігіне иеленеді деп. Бұл тапсырмаға қойылатын бағалау критерийі сөз көлемі 90-100 сөзді сақтау керек. Хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдерді орынды қолданады. Әңгімеге тақырып қойып, құрылымын сақтап, диалог қатыстырады. Тірек сөздерді орынды қолданып, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрайды. Көріп тұрғандарыңыздай, жазылым тапсырмасының өзі бір сабақтың 20 минутын алады. Сондықтан да бұл 40 минутқа негізделген тапсырма емес. Жай ғана әдіс тәсілдер жүйесі. Келесі сабақтың ортасында міндетті түрде сергіту сәтін қолданғанымызда дұрыс.
Бұл уақытта біз домбыраға, ұлттық аспабымызға саяхат жасаймыз. Домбырасыз ән қайта өлеңін караоке арқылы шырқайтын боламыз. Оқушылар көңілдері көтеріліп, сонымен қатар бұл жерде көрсетілген текст арқылы домбыра жайында, домбыраның ұлттық құндылығы жайында өздеріне ақпарат алатын болады. Бізде сабақтың ортасында үшінші тапсырма. Бұл жерде біз бесікке саяхат жасаймыз, яғни ең алдымен міндетті түрде ой қозғау сұрағы. Балалар, бесік жайлы не білеміз, бесікпен қандай салт дәстүрлер орындалады дегендей. Келесі мәтін талдау жұмысы, бесікте берілген мозаиканы құрастырып, конвертті таңдаймыз. Ондағы берілген мәтінді оқып, мәтін талдау тестілеуін орындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда бірінші топқа А мәтіні, екінші топқа Б мәтіні беріледі. Мәтін міндетті түрде бесікке қатысты болуы керек, себебі біз бесікке саяхат жасап тұрмыз. Бұл жерде мен Шерхан Мұртазаның А мәтіні жайындағы мәтінін алдым, яғни көріп тұрғандарыңызда тест, мәтінге ат қойыңыздар, мәтін түрін анықтаңыздар, мәтін стилін анықтаңыздар деген секілді сұрақтар нұсқаларымен берілген. Соларды таңдау арқылы әрі тез, әрі жылдам, әрі жүйелі тапсырма мәтін талдау жұмысын орындататын болады. Бағалау критерийі барлық сұрақтарға жауап берсе 5 ұпай, 1-6 сұрақтарға жауап берсе 4 ұпай, 3 сұрақтарға жауап берсе 3 ұпай қойылады. Бұл міне бұл мәтіні көріп тұрғандарыңыздай, бұл да бесікке қатысты және де тестілеу сұрақтары бар. Бізде келесі тапсырма сабақтың соңы кері байланыс, әрине рефлексия жүргіземіз. Бұл кезде біз ұлттық киімдерге саяхат жасайтын боламыз. Рефлексияның өзінде де ой қозғау сұрақтарын жүргізген дұрыс. Қандай ұлттық киімдерімізді білесіздер? Ұлттық киімдеріміз жайлы не айтар едіңіз? Қазіргі уақытта ұлттық киімдеріміз қаншалықты киіліп жүр деген сынды сұрақтар қоямыз. Сонымен қатар өзіміз түсіндірме жұмысын жасаймыз. Яғни, балалар, ұлттық киімдеріміз тек қана Наурыз, ай, тағы да басқа мейрамдарымызда киіліп жүр. Сол себепті бүгін біз сандығымыздың түбінде жатқан ұлттық киімдерімізді алып, оны өңдеп, сабақтан алған әсерлерімізді жазып, сабақтың төрімізге іліп қояйық дейміз. Яғни оқушыларға көріп тұрғандарыңыздай ұлттық киімнің эскизін береміз. Оқушылар оларды өзінің түстеріне қалағанша бояп, ол киімнің артына сабақтан алған әсерін жазып, сабақтың төріне мінекей осылай іліп қоятын болады. Тамамды қорытындыласам. Педагог ол шәкіртінің бойындағы сан алуан қасиеттерін дөп басып саралай біледі. Талабын ұштап, талантына жол ашатын, бағыт сілтейтін, арман қиялына үкілеп үміт қосатын жанашыр жан. Ал қазақ ұстазының қазақ шәкірттерін оқытудағы алға қойған басты мақсаттарының бірі ол патриотизм. Мәңгілік елдің ғасырлар бойы ұрпаққа аманат етілген ұлық құндылықтарын шәкірттеріне дұрыс меңгерту, менің ойымша, ұлт ұстазының қолында. Ұлық құндылықтарымызды әрқашан ұмытпай, тек қана ұлықтап жүрейік деп өзімнің ойымды қорытындыласам деймін. Рахмет.